Сәлем қыздар, енді сіздердің қуырма пельмендеріңіз суымай тұрып қатып қалмайтын болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Тойларға, жиындарға, заказға алып пісірсеңіздер өте керемет болып шығатын болады. Ауызашарға, үйдегі жақындарыңыздарға да дайындап берсеңіздер де болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді және де суымызды салып аламыз. 82% майымызды және бір ас қасық майонезімізді, шымдым тұзымызды салып, осылай қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырда мүлдем түйіршік қалмау керек. Әдемілеп илеп алыңыздар. Осылай жұмсақтау қамыр дайын болады. 20 минутқа тындыруға қоямыз. Ал енді қамырымызды өте жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Осылай жайып алған қамырымызды пельмен сияқты кесіп аламыз да, осылай столымыздың үстіне жайып шығатын боламыз. Бұдан да үлкенірек етіп кесіп алсаңыздар да болады, өйткені пельмендеріміз майға түскен кезде кішкентай болып қалатын болады. Ал кәдімгі тамаққа дайындалған пельмендеріміз суға түскен кезде олар үлкен болып кетеді. Сол себепті олардың қамырын кішкентай етіп кесіп аламыз. Енді осылай әдемілеп тұрып түйіп алатын боламыз пельмендерімізді. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Грамдарын адамдардың санына байланысты көбейтіп немесе азайтып қоссаңыздар болады. Осы рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды, әрі маған үлкен мотивация береді. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосқан боласыздар. Видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал енді қызып тұрған майымызда осылай пельмендерімізді пісіріп алатын боламыз. Арасында осылай қозғап тұрамыз. Мінекей қыздар, пельмендеріміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ал бізге ас болсын, сау болыңыздар.